Маған арналмаған гүл. Студент қызға ғашық болған Мүсілім Фариданы өмірлік жар етті. Үйінің жалғыз ұлы, әрі кенжесі өте өзімшіл болып өскен. Фаридамен отау құрған соң мүлдем өзгеріп, келіншегіне көңіл бөлмек түгілі үйге қонудан қалды. Бірде Фарида күйеуінің гүл сататын дүкеннен бір пұшақ гүл алып жатқанын көріп, өзіне арналған деп ойлайды. Бірақ бәрі де бекер екен. Сол күні күйеуіне ерекше сәнденіп, түннің бір уағына дейін күткен келіншектің үміті ақталмады. Яғни күйеуінің аяғы басқан жаққа тартқан. Енді екі ортада баласы мазасызданып ауруханаға түседі. Өзінің ата-анасы мен қайынәпкелері ғана жағдайын сұрап келгені болмаса, Мүсілім баласы мен әйелін керек етпейді. Бір бөлмеде немересін алып жатқан әжеге іштегі бар мұның, күйеуінің салқын жүрісін айтып сыр шерткен Фарида, сол апаның күйеуінің болмай қалған енесі екенін білмейтін еді. Болмай қалған себебі Мүсілімнің өліп өшіп сүйген қызын шал мен кемпір құптамай келіндікке лайық көрмеді. Жеңілтек қыздың жолдан тапқан баласы болатын, және ол қыздың ойы баласын әке-шешесінен айырып, өз рахатын өмір сүру болатын. Қыздың құйтырқы әрекетін жігіт көзі байланып, жіті түсіне бермесе де, көзі қырағы көпті көрген қариялар екі жасқа ақ баталарын бермейді. Сондықтан Мүсілім инабатты әрі тәрбиелі, 12-де бір гүл ашылмаған, қой аузынан шөп алмас Фариданы келіншек етіп үйіне түсіреді. Фариданың мұң жырын тыңдаған әжей де қызының нақсүйерінің әйелі екенін хабарсыз. Жап-жас келіншекке жаны ашып, бәрі жақсы болып, өз орнына келеді деп басу айтып отырғанда Мүсілім бөлмеге кіріп келеді. Әрине, апа мен Мүсілім бір-бірін таныса да, танымағандай кейіп танытады. Екеуінің таныс екенін Фарида аңғармай да қалды. Тек күйеуі кеткен соң апаның немересінің «Апа, Мүсілім аға бізге келді ме?» деген сөздері екеуін елең еткізді. Апа ары ойланып, бер ойланып, ақыры Фаридамен сөйлесіп, мәселенің басын ашуды жөн көреді. «Қызым, айналайын, бірнеше күннен бері ішіңе жиналған өкпе мен ренішке менің қатысының барын білмеппін». «Қатысыңыз не, апа?» «Мүлде бейтаныс адамсыз. Сенің күйеуінің бөгде әйелмен әуей болып жүргеніне мен кінәлімін. Сол әйелдің анасы мына менмін. Мына бала сол жүгенсіз кеткен қызымның баласы». Не дейсіз, апа? Сонда мына бала менің күйеуімдікі демексіз бе?» Жоқ қызым, әкесі кім екен белгісіз бұл бейбақтың. Жалғыз қызым деп бетінен жіберіп, еркін өсіргенімнің зардабы енді міне өзін көріп отырмын. Мүсілімді алғаш көргенде «Қандай ер азамат деп таң қалғанымды жасырмаймын. Ата-анасының қарсылық танытқанына, жеңіл жүрісті қызыма есі кетіп, ғашық болып үйленгісі келгеніне әлі күнге дейін таң қаламын. Сендей жарының көз жасына қалып, әлі де екеуі ойнас құрып жүргеніне ішім удай ашып барады. Ондай қызды өмірге әкелмей өмір өліп кеткен жақсы еді ғой Тәңірім деп бөлмені басына көтеріп әлгі апа жылай бастады. Ол кісінің даусынан шошып оянған балалар да қосылып жылап, әзер көндірдік. Жүрегі тас төбесінен шыққан Фарида ендігі өміріне қатты алаңдады. Не болса да бәрін бір Аллаға тапсырдым деді де қолын бір сермеді. Үйіне шыққан соң келіншек келіндік міндетін жалғастырып, қызметін аямады. Күйеуі сол күйі салқындап, әлгі әйелдің үйіне кіріп алды. Бір қызығы Фарида сонда да шыдамдылық танытып, қара шаңырақты түтетіп отыра берді. Қартайған шағында әке-шешесін бір қатын үшін сатып кеткен Мүсілімге қариялар теріс батасын берді. Ата-ананың қарақсы болар Мүсілім жұмысынан шығып, маскүнемдікке салынды. Бір тиын таппай, үйінде масыл болып жатқан еркекті ана жүйрікпе әйел сезім махаббатына қарамай қуып шықты да, түк болмағандай тағы бір қалталы азаматтың төбіне түсіп кетті. Екі ортада жалған сезімнің салдарынан үйіндегі тәп-тәтті балапанын, аяулы жарын, әлпештеп өсірген қария ата-анасын отқа тастаған Мүсілім бейшара халге түсіп, сорлап, үйіне келуге бет болмады. Мән-жайға қаныққан Фарида күйеуін жер-төлерден, небір бейшара босқындардың арасынан іздеп жүріп тауып алып үйіне әкелгенде Мүсілім: Алла, не істеп қойдым жаза басып, кешірші мен әкешім, кеш мен анашым, ағарған сақалыңды, берген сүтіңді ақтамаған опасыз перзентінің сайтанның жетегіне еніп, үйіндегі пейішті бағаламай адасып жаза басқаным үшін деп табалдырыққа тұрып өкіріп жылай берді.
Опасыз ұлдарының сұрықсыз түріне жиіркене қарап тұрған қариялар Мүсілімнің бетіне түкіріп жіберді. Мүсілім, бұдан асқан қорлық жоқ шығар, қара бет болдым, жер басып жүргенімше қара жердің қойнауынан жатқаным абзал деп үйден жүгіріп шығып сарайдағы ілулі арқанды алып мойнына орай бергенде келіншегі жүгіріп арқанға жармаса бастады. Фарида: жоқ отағасы, керек жоқ өлімнің, сен өлсең мен кімге керекпін, өлмеші жарығым, сен маған керексің, мейлі тағы жаза бассаң, мейлі тағы тастап кет басқаға кетсең де, сен маған керексің, онсыз да тірі жесір едім, енді мені нағыз жесір етпексің бе? Кетші бар Фарида, неге маған жабысып қалдың? Жоғал, кет үйден, сен маған енді қарай алмаймын, мен саған енді қарай алмаймын. Осынша опасыздығымды көріп, қалайша бұл үйден табаның жалтыратпай жүрсің? Кет үйден, мен саған лайық ер азамат емеспін. Жоқ Мүсілім, жоқ, кетпеймін. Кет Фарида, сен менің жарым емессің ендігі. Талақ бердім. Жоқ, олай етпеші. Мені қойшы мақұл, маған күйеу табылар. Сен осылай өліп кете берерсің. Ал баламыз ше? Тірі жетім екеніміз қалай? Баланың тағдыры не болмақ? Мен кетпеймін. Осы үйден тек өлігім шығады, деп Фарида отыра қапшылай берді. Енесі келіннің қолынан ұстады да: тұр қызым, санасыз ұлды бергенше Құдайым алып кете берсін. Сен бізге керексің, балаңа керексің, сен біздің келініміз емес қызымызсың. Ала екі дүниеде де саған разы болсын. Ал мына опасыз өлсін, барынан жоғы деп, деді де Фариданың қолтығынан демей бүйге кіргізді. Мүсілім қолындағы арқанды тастады да Фариданың соңынан ілесіп барып: сені маған Құдай қосқан, кешірші мені жарығым, мен сенің қадіріңді кеш түсіндім. Мен енді түзелем, кешірші мені, жолыңда құрбан болайын Фарида, деп айғайлады. Мен сені кешіргенім жарығым, деді де Фарида ентігін басып, жастарын тия алмай әзер дегенден жымиып сала берді. Атасы мен енесі молда шақырып, екеуінің некесін қайта қидырды. Міне, осылайша шалыс басқан Мүсілімнің жаңа өмірі адалдықпен, шынайы махаббатпен қайта басталды. Айдана жазбасынан.